Қазақ тілі тақырыбы қарсы мәнді сын есімдер. Сын есім дегеніміз заттың сынын, сапасын, түр-түсін, пішінін білдіреді. Сын есімнің сұрақтары қандай, қай? Мысалы, қандай алма? Қызыл алма. Қандай кітаптар? Қалың кітаптар. Қандай тау? Биік тау. Қандай үй? Зәулім үй. Біз сын есімді қайталадық. Жаңа сабақ. Қарсы мәнді сын есімдер. Қарсы мәнді сын есімдер дегеніміз мағыналары бір-біріне қарсы сын есімдерді айтады. Осыған байланысты бейне жазбаға қара. Әр суретте бейнеленген екі нәрсенің бойындағы қарама-қарсы сын есімді тауып айтуымыз керек. Қоян қорқақ, арыстан батыр. Қауырсын жеңіл, ал тас ауыр. Піл үлкен, ал тышқан кішкентай. Пияз бен кәмпит. Пияздың дәмі ащы, ал кәмпиттің дәмі тәтті. Түйе ірі, қой ұсақ жануар. Жылқы асау, қой момын болады. Қар ақ, көмір қара. Қыс суық, жаз ыстық. Аға, біз екеуміздің мінездерімізге қатысты қарсы мәнде сын есімдер айта аласыз ба? Біз екеуміздің? Ойланып көрейін. Қайталайық. Қарсы мәндес сын есім. Сын есім заттың түрін, түсін, пішінін, дәмін, басқа да түрлі белгілерін білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, үлкен, қызыл, дәмді алма. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сын есімдерді қарсы мәндес сын есімдер деп атайды. Мысалы, үлкен, кішкентай, дәмді, дәмсіз. Қызыл, жасыл сияқты түс атаулары қарсы мәндес сын есім бола алмайды. Түс атауларының ішінде ақ пен қара ғана қарсы мәндес сын есімдер болады. Ал қалғандары осы екеуінің арасындағы түстер болып есептеледі. Оқушылар, бейне жазбаны қараған соң тақырыпты түсіндіңдер деп ойлаймын. Енді дәптерді ашып, бүгінгі күнді жаз. Көркем жазу керек екенін ұмытпа. Төменде берілген 40, 46, 47 жаттығуларды орында. Бейне жазбаны тоқтатуды ұмытпа.